Біз ана мен бала орталығының жаңа туған нәрестелердің қарқынды терапия реанимациясы бөлімінде тұрмыз. Қазір бөлімшеде 11 жаңа туған нәресте бар. Дене салмақтары әртүрлі. 600 грамм және одан ауыр балалар бар. Мерзіміне сай туған балалар да бар. Сонымен қатар облыстың түрлі аудандарынан балаларды қабылдаймыз және осы жерде қараймыз. Былтырғы жылмен салыстырғанда босану саны азайды, бірақ шала туған нәрестелердің саны өсті, ал өте шала туған нәрестелер саны бірнеше есе артты. Яғни қазір әйелдер көбінесе шала туған нәрестелерді дүниеге әкеледі. Мен шілде айында аяғым ауыр екенін білдім. Содан кейін алғашқы ультрадыбыстық зерттеуге бардым. Бәрі жақсы еді. Бұл шамамен 6-шы аптада болды. Содан кейін мен тұрғылықты жерім бойынша емханаға тіркелдім. 12-ші аптада скринингке бардым. Ультрадыбыстық зерттеу бәрі жақсы екенін көрсетті, бірақ қан анализі бойынша қауіп бар екен. Бұрын бәрі процедуралық кабинетте болатын. Ал қазір бәрі бөлек-бөлек. Мына жерде қан аламыз, қабылдаймыз. Келіңіздер, басқаларын көрсетейін. Міне, екінші кабинет көмек көрсетуге арналған. Көп нәрсе бар. Кең және ыңғайлы жер. Барлық жағынан жақындауға болады. Алгоритмдер ілулі тұр. Бәрі түсінікті, бәрі көрінеді. Екінші кабинетіміз қосалқы. Зәр анализі бөлек жерде қабылданады. Жеке кабинет бар. Әдетте жүкті әйелдерге зәрдегі ақуызды анықтау керек. Обычно беременным женщинам всегда белок определить надо мочи. Вот, пожалуйста, отдельно. Нәрестенің шала туылуына ананың денсаулығы әсер етеді. Әйелдердің контингенті қандай? Тексеріле ме? Денсаулығына қарай ма? Бұл әйелдің еңбек жағдайлары қандай? Яғни, әйел ауылдық жерде тұрып, ауыр еңбекпен айналысуы мүмкін. Экологияда қатты әсер етеді. Біз жүкті әйелдермен жаңа туған нәрестелердің скринингін жүргіземіз. Қазақстанда алғашқылардың бірі болып, 2008 жылы биохимиялық скрининг енгіздік. 2012 жылға дейін біз барлық жүкті әйелдерді пункция жасау үшін Астанаға, Алматыға жіберетін едік. Содан кейін инвазивті диагностика енгізілді. Тәуекелдер өте көп. Өте шала туған нәрестелер түрлі ауруларға шалдығуы мүмкін. Бронхолупия дисплазиясы олардың иммунитеті жоқ. Түрлі инфекциялар қауіп төндіреді. Қауіп төнетін топқа 35 жастан асқан әйелдер кіреді. Биохимиялық маркерлер бойынша тәуекелдер көп. Мені Даун, Эдвардс Патау және Шершевский көрсеткіштері бойынша генетикке жіберді. Әсіресе Эдвардс Патау бойынша қатер жоғары болды. Генетикке келгенде пункция амниоцентез жасау керек деді. Бірақ ол 16-шы аптадан бастап жасалады. Ал мен мұнда келгенде 14-ші апта еді. Өте қатты уайымдай бастадым. Жасым бойынша емес, биохимия бойынша қауіп төнгеннен қорықтым. Содан кейін инвазивті емес, пренатальды диагностикалық тест бар екенін білдім. 2008 жылдан 2021 жылға дейін біз шамамен 298 мың биохимиялық скрининг өткіздік. Яғни 300 мыңға жуық зерттеу жүргізілді. Өкінішке қарай, Даун синдромы бар 298 бала анықталды. Ал дүниеге келген нәрестелер саны 406 бала. Бұл статистика. Қанша оқып, қанша жаңа әдістерді енгізсек те саны азаймай тұр. Содан кейін біз қай бағытта жұмыс істеу керектігін ойлана бастадық. Сөйтіп, жабдық іздеуге кірістік. Ванадисті таңдау туралы шешім қабылданды. Бізге қарапайым амалдар қажет еді. Өскеменде қан алып, оны Астанаға жібереді, одан әрі Астанадан Кипрге жеткізеді. Мен 190 мың теңге төлеп тапсырдым. Маған бәрібір еді. Күйеуім ақылы болса да тапсыр деді.
2 аптадан кейін маған талдау нәтижелері келді. Оң нәтиже көрсетіп тұр. Яғни трисомия 13 99,9% деді. Мен қатты жылай бастадым, уайымдадым. Я начала плакать, очень сильно переживать, очень сильно будешь. Дали трубку врачу, она сказала, что я Дәрігер телефон соғып, мен сізді алдап өтірік сенім ұялатқым келмейді. Трисомия 13 патологиясы бар деді. Бұл өмір сүруге мүмкіндік бермейтін синдром. Яғни осы көрсеткіштердің ішінде Даун синдромы бар балалар 65 жасқа дейін өмір сүреді. Ал айталық Патау синдромы болса, бұл бала өміршең емес. нежизнеспособный ребенок. Қазір біз Ванадис жүйесі бар жердеміз. Ол толығымен автоматтандырылған. Көріп отырғаныңыздай, ол 3 аппаратпен бір бағдарламалық жасақтамадан құралған. Осы құрылғыдан кейін барлық талдау нәтижелері компьютерге түседі. Одан біз дайын нәтижені алып, әйелдің Даун синдромы, Эдвардс Патау сияқты хромосомалық ауруларға шалдығу қаупі жоғары немесе төмен екенін көреміз. Жақсы нәтиже беретін осындай қарапайым технология. Ол 17 елде бар. 2022-2023 жылдың соңында Ванадистің көмегімен, яғни осы жүйеде әлем бойынша 200 мыңнан астам зерттеулер, талдаулар жасалды.